Assalamualaikum. Бүгін біз мынау залогта тұрған машиналар тұратын жерге келдік. Сол жердегі машиналардың бағасын көрейік деп сіздерге таныстырып көрсетіп өтейін. Қазір көрінсе мына жерде қарап жүрген адамдар да көп екен, машиналар да көп екен. Қазір танысып шығамыз. Мына жерде Nissan деген машина тұр. Көрейік. Бұларда деген мындай көркөтпен қарайды екен. Көркөтпен қарайсын. Сосын ашса ашу керек қой негізінде. 13.436.800 теңге дейді. 2017 жылғы дейді. Бензин мен автомат коробка. Сондай бұл Nissan'ның бағасы. Күн аяз екен, қол қатып қалды уже. Мына жерде тағы да бір Nissan тұр мінекей. Көрейік. Бұл кішкене аңғайсыздау екен, мынау неменен. Көркөтпен қарау деген. Бағасы 4.162.000. 2006. Кроссовер. Объем 2. Осындай. Мына жерде жоқ қой. Мына машинаны қарайық. Мына жанында тұр ғой. Жанында көркөт тұр. Көрейік қанша екенін. Nissan Tiana деген машина дейді. Бұның бағасы 5.207.000 дейді. Алған қымбат машина мынау. Қай жылғы? 2008 дейді. 2008 седан. Мынау Lexus'ның бағасын көрейік. Жерде тұрған. Көркөттен тұрғанда 689.000. Жоқ, мына первоначальный взнос дейді. 6.895.000. 100 теңге. 2004. 3/5 дейді объемы. Автомат. Мынау көркөтіміз. Мына Кияны көрейік. Тез ашылмай жатыр көркөт. Салқын болғасын ба, аяз. Мынау 5.116.800 теңге дейді. Қай жылғы? 2013 дейді. 1/6 автомат. Растаможен дейді. Күн аязда, салқында түсіру қиын болып жатыр. Құрметті көрермендер, осындай аязда түсіріп жүрген еңбегімізге лайк басып, каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Бұл жерде Toyota тұр мінекей. Toyota неше мынау? Ал мен айыра алмаймын ғой, көрермендер өздеріңіз білесіздер. Мінекей сыртынан көрсетейін. Мына неше екенін. Қазір бұның да бағасын білеміз. Көркөтті ашып қараймыз. Көркөтті бағасы 4.545.000. 2004 дейді. 2/4 объемы седан. Растаможен дейді. Растаможен болады ғой. Осындай. Camry, Toyota. Артын көрсетіп жіберейін бе? Артынан қарағанда. Мінекей. Осы машина. Машина қарап жүрген адамдар көп. Көп адамдар. Жерде неге Прадалар тұр екен. Қызық болса бұны да көрсетейін қазір. Мына Прада дейтін, шыттай Прада сияқты. Несі қайда, көркөт қайда екен. Бұның көркөт, жанында екен мінекей. Жанында екен көркөт. Қарап жіберейік қазір. Бұл Прада 23.182.000. 2009 дейді. 2009. Двигатель 4 объемы. Қазір сыртынан айналдырып көрсетіп берейін. Осындай Прада. 23 миллион деді ме? Алдына қайттан көрсетейін. 23 миллионға қымбат емес пе? Қай жылғы? Мына жерде мындай қара машина тұр. Ал мен мынаны Subaru деп білем ал. Subaru емес пе? Subaru ғой. Қазір көркөтін көрейік. Қанша деп тұрған. Бұлар іштері ашылмайды ғой. Анау сиденкісі енді мыжылып нетіп жатыр екен. Қанша деп тұр екен. 5.780.200 теңге дейді. Жылы 2009. Объем 2/5 автомат деген. Мынау Subaru'дың түрі.
Асықпай келіп аралап қарасаңыздар, мынаның ішінде деген машина деген көп, топ, қайсы бірін түсірейін, қандай машина түсірейін. Айтып отырыңыздар, жазып өтіңіздер, келесіде келіп сіздердің айтқан машиналарыңызды мен түсіруге тырысамын. Мына жерде мынандай Toyota тұр мінекей. Так, бұның бағасын көрсетейін бе? Так, бұл Toyota нешелік, мынау алып өздеріңіз айтыңыздар. Toyota неше екен? Мен айтсам қазір дұрыс емес айтып қаламын. Так, QR кодты бұны ашпай жатыр. Терезесі лас болғаннан болар. Ашпай жатыр. Түрі осындай. Осы жаңа Toyota, бірақ ашпады, бағасын көре алмадық. Бұл жерде мінекей Toyota. Так, Camry. Мәссаған 10 миллион 784 мың дейді. 2011 жылғы. Мәссаған бағаларды айқайлап кеткен емес пе? Кредитке береді ғой. 2,5. Кредитке береді деп жазылып тұр. Мінекей ай сайын 245 мың 190 дейді. Неше жылға? Бізде калькулятормен естіп шығарып болады. Осындай Toyota. Қымбат емес, 10 миллионға. Мына жерде де мінекей Toyotалар тұр, Camry'лар. Көрейік қазір. Ашылса, QR кодтар бүгінгі. Қайсысы Camry? Салқын болғасын. Өтпей жатыр деймін, ашпай жатыр ма, білмеймін, телефоннан ба. Мынау 3 миллион 180 мың дейді. 2006 дейді. 1.6 объемы, автомат, так. 3 миллион 180 мың дейді. Мына қарауға бола ма? 2006 деді ма? 2006. Район состояниялар. Дөңгелеген түрі мынау. Так. Машина өзі мынау. Мынау не деген машина ал? Мінекей. Мұндай несі эмблемасы мынандай ал. Деп қойайын. QR код ашылса. Не машина мынау өншек? Subaru ма оны? Неге білетін балдар қарсылатып айтып жатыр. 2 миллион 193 мың дейді. Так, 97 жылғы дейді. 2,5. 97 жылғы машиналарда отыр. Енді ескі машиналар. Ескі машинаның аты, ескі машина енді бағасы жаңағыдай. Так, артынан көрсетейін бе? Так. Неке Subaru деп артына жазылып тұр екен. Так. Мына не машина? Не тағы да Toyota тұр, Camry. Көрейік. Так, не деп тұр мынау? Мәссаған 8 миллион 363 мың. 2011. Так, объем 2,5. Мәссаған 2011. Бағалар дейтін енді осындай. Қараңыздар енді өздеріңіз. Так, мына жерде Chevrolet тұр, Chevrolet. Chevrolet'тің бағасын көріп жіберейік. 3 миллион. 3 миллион 224 мың 350 теңге дейді. Так, 2012 дейді. Хэтчбек 1.6 объем. Осындай. Так, біздердегі мына неде жүрміз ғой. Естеріңізге салып қойын. Ана басында айтып кеттім. Мынау дейтін қалай еді? Залогта тұрған машиналарды. Тұрған жері әрең толып келдік, үш жерде бар ғой. Машина көп көрдіңіздер ғой. Мына бір машина кішкене бір тың машина сияқты көрейікші. Мынаны көрейік ал. Camry'ді. Так, сыртынан мынандай. Қазір QR кодын ұрып көреміз. Не шығатын. Тың машина деп тұрғанда 8 миллион 184 мың 650 дейді. 2011 жылғы седан. Так, объем 2,5 автомат. Так. Сондай қазір сыртын көрсетейін. Тың сияқты деп тұрғанда. Осындай. Қараған сияқтымыз ғой. Жерлерді қарадық я. Жерлерді көрдік. Мына Toyota'ны көрсетейік. Мына Camry'ді. Так, мынау дейтін енді сырты дейтін мынандай болады. Ескі олар. Бұл алынбай жатыр, мынау ашылмай жатыр. QR код анау терезелер буланып тұр, ылғал. Салқын. Алынбайды. Так, мына жерде мындай Audi тұр екен. Мына Audi'ді көрейік та. Қағаз қайда? Тың сияқты ма бұлай? Дүңкейіп тұр ғой әйтеуір. Көрейік ана QR кодынан қазір ашып.
Так, бұл Audи'дің бағасы 4 миллион 978 мың 450 теңге. Так, 2005 жылы. Так, 4.2 объем. Так. Неге? Бағасы нормальный сияқты, бірақ өзінің состояниесі бір құдай біледі. Енді бұны айдап көріп, ашып көру керек болар. Мына жерде де қатарында мінеки Audi тұр. Мына Audi'ді де көрейік. Мына Audi'дің да бағасын қазір көреміз. Мінеки түрін көрсетіп алайын бірінші. Так, бұл Audи'дің бағасы 4 миллион 634 мың 880 теңге. Так, дизель дейді, 2005. Так. Артынан көрсеткенде осындай Audi мінеки. Құрметті көрермендер, бүгінше осы көрсете алғанымыз барынша түсіріп көрсеттік. Енді қазір бүгін күн аяз, салқын. Осы салқында түсіріп жүрген еңбегімізге хотя бы лайк басып қойыңыздар, бірақ каналға тіркеліп қойсаңыздар өте күшті болады. Тағы да қандай машиналарды көрсетейік, қандай бағадағы машиналарды көрсетейік, оны да комментария жазып қойыңыздар. Рахмет, бізбен бірге болыңыздар.